Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзінің осылай күйіп піскен түрімен ерекшеленетін испанский чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видео рецепт соңына дейін қарап бағалауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен творожный сырымызды және қантымызды миксердің ең төмен жылдамдығынан бастап араластыратын боламыз. Миксерлеу барысында жұмыртқамызды біртіндеп қосып отырамыз. Әр қосқан сайын миксермен араластырып отырамыз. Бір қалыпты массаға енген соң салқын кілегейімізді құямыз. Кілегейіміз міндетті түрде 30%-дан жоғары болу қажет. Ең соңында кукурузный крахмалымызды салып, араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болған соң, ішіндегі ауасын шығару үшін лопатканың көмегімен бір араластырып өтеміз. Чизкейкімізді 18 диаметрлі кольцода пісіретін боламыз. Астын фольгамен жауып, ішіне биіктеу етіп пергаментный бумага қоятын боламыз. Және чизкейкке арналған массамызды құйып, қызып тұрған пеште 220 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Чизкейкіміз осылай күйіңкіреп және биік болып піседі. Толықтай суыған соң барып қалпына келеді. Міндетті түрде формадан толықтай суытып шешу керек. Испанский чизкейкіміз дайын. Дәмі өте ерекше әрі дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Дина. Назарларыңызға рахмет.